Құрметті әріптестер, мини пәнге құжағат қабылжануына сіздерге бастауыш сынып оқушылары математика және логика тапсырмаларын оңай үйрету жолдары тақырыбындағы элективті курс бағдарламасымен таныстырғалы отырмын. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға математикалық тапсырмаларды шешудің әдіс тәсілдерін үйрету, олардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру, есептерді шешу кезінде қателік жасамауға үйрету. Сонымен қатар бұл бағдарлама балалардың танымдық қызығушылығын арттыру, оқу материалдарын өз бетімен меңгеруге деген сенімін күшейту және олардың математикалық ойлау процесінде белсенді болуға ынталандырады. Бағдарламаның міндеттері оқушыларға математика мен логика бойынша әртүрлі деңгейдегі тапсырмаларды ұсыну, математикалық ойлау қабілетін арттыру үшін шығармашылық және логикалық тапсырмаларды қолдану, оқушыларды өз бетімен шешім қабылдауға, қателіктерінен сабақ алуға баулу. Бағдарламада 3-ші сынып оқушыларына математика мен логикалық ойлауды оңай әрі қызықты жолмен үйретуге арналған бағдарламада геймификация элементтері арқылы оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру, логикалық және танымдық қабілеттерін дамыту көзделген. Ойын арқылы білім беру тәсілдері мен интерактивті тапсырмалар оқушылардың оқу материалын жеңіл әрі тиімді меңгеруіне мүмкіндік береді. Hello dear colleagues, my name is Ruspaeva Raya. I'm from school gymnasium number 81. The theme is Reading for Pleasure, elective course program for 10th grade. Reading is one of the most effective ways to train the brain and improve cognitive abilities. Regular readers develop stronger creative thinking, memory, and language skills, understand emotions, and encourages looking at life from different perspectives. Today, reading is not just about gaining knowledge, it is a vital part of personal and spiritual development. The goal is to make reading enjoyable while developing critical thinking, creativity, and teamwork skills. The course covers a wide range of topics grouped into 6 main sections, and each section has given texts. For example, personal growth and psychology section has given what drives us, emotional intelligence. And dear colleagues, also in my elective course program has given short-term plan, lesson plan to every lesson. Thank you for your attention. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Менің аты-жөнім Смал Мұхит Қапанович, нөмір 81 гимназия мектебінің жеңіс түрі пәні мұғалімімін. Менің авторлық бағдарламам тоғызқұмалақ тақырыбында. Тоғызқұмалақ қазақ халқының бай мәдени мұрасының бірі. Мыңдаған жылдар бойы ата-бабаларымыздан бізге жеткен интеллектуалды ойын. Бұл ойын өз кезінде тек ермектеушілік емес, сондай-ақ өмірлік тәжірибені, стратегиялық ойлау қабілетін, шешім қабылдауға дағдыларын қалыптастыруға арналған құрал болған. Қазіргі таңда тоғызқұмалақ актуалдылығы мен оның қоғамдық орын ерекше маңызды мәселелері бірі болып отыр. Алдымен тоғызқұмалақтың ұлт мәдениеті орнын тоқталсақ, бұл ойын қазақ ұлттық ойындары арасында терең тамырлары және көп ғасырлар бойы қолданған. Тоғызқұмалақ ойын ережелері мен оның тарихы біздің ұлттық өмір салты мен ойлау жүйесінің бір бөлшегі. Ол арқылы халық рухани дүниесін, қонақжайлық, әділдік, шындылық, сын құндылықтарын көруге болады. Қазіргі кезде тоғызқұмалақтың халықтық ұлттық дәстүрі мәдени рухтарын насихаттау үлкен рөл атқаруымыз сөзсіз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен өзім таныстырып өтсем, Алматы қаласы Бостандық ауданы нөмір 81 мектеп гимназиясының дене шынықтыру пәні мұғалімі Мырзамұратов Еркебұлан. Мен бүгінгі қорғайтыным волейбол ойыны әдістемелік құралы. Бұл әдістемелік нұсқау волейболды үйретудің негізгі аспектілерін қамтиды. Әдістеме ойынның ережелерін, техникасын және тактикасын тереңірек түсінуге көмектеседі. Волейболға жалпы шолу жасасақ, волейбол тор арқылы екі команда арасында ойналатын командалық спорт түрі. Ойын шапшаңдықты, ептілікті, дәлділікті, стратегияны және тактикалық ойлауды талап етеді. Әр командада 6 ойыншы болады. Ойын допты қабылдау, пас беру, шабуылдау және қорғаныс әрекеттерінен тұрады. Волейбол ойыны адамның жүрек қан тамыр жүйесін нығайтады, реакция жылдамдығын артады, координация мен теңгерім дамиды, бұлшық еттердің жұмысына жақсартады, командалық және коммуникативті дағды қалыптастырады, шамадан тыс стрессті азайтады. Ойын алаңының ережелері. Волейбол ойыны алаңның дұрыс өлшемдері мен тор биіктігі ойынның әділ және қызықты өтуі үшін маңызды. Әр аймақтың өзіндік функция бар. Ойын ережелерін түсіну кез келген ойыншы үшін маңызды. Бұл ойын стратегиясын құруға және командамен тиімді жұмыс істеуге көмектеседі. Волейбол техникасы.
шабуыл және қорғаныс, шабуыл техникасы, орын ауыстыру, алаңда жылдам қозғалу, пас беру, шабуылға дайындалу. Қорытындылай келсек, волейболдың маңызы дене шынықтыру. Волейбол жүрек қан тамыр жүйесін, бұлшықеттерді және жалпы физикалық форманы жақсартады. Қимыл дағдылары, координацияны, реакция жылдамдығын және теңгерімді дамытады.